Менің ұстазым айтады ғой, осыдан қанша жыл бұрында айтқан едім. Сабақ беріп жүрем дейді. Әр жерге уағыз айтатын бір кездерде, мешіт. Сол бір мешіттен сабақ беріп шығып келе жатсам, бір кішкентай қыз бала тоқтатып алды дейді. Бір өтініш, сізге бір сұрағым бар деп. Иә дедім дейді. Мен ата-анама білдірмей Құран жаттасам бола ма деп айтты. Сосын таң қалдым. Енді Құран жаттаудың да ұрған ешқандай зияны жоқ қой, бірақ неге оны білдірмей істейтін болдың деп. Жоқ, сұрағыма жауап беріңізші дегесін. Иә, білдірмей Құран жаттасаң болады дедім. Сөйтіп әлгі қыз кетіп бара жатыр еді, кішкентай балақай. Тоқтатып алдым да, айналайын балапан, тоқташы, енді мен сұрайын сені. Неге ата-анаңа Құран жаттағаныңды білдіргің келмейді десем, мен қиямет күні ата-анама сыйлық жасағым келеді дейді. Қияметте ата-анама өздері білмеген жағдайда мынау сендердің қыздарыңның жаттағандары үшін тәж болсын деп, Алла тәж сыйласа, сол менің сыйлығым болсын деген екен. Аңырып тұрып қалдым дейді, ұстазым айтады, Шейх Абдул-Маджид Зиндани. Сол сияқты расында да бұл хадис негізінен бір үлкен сахих хадис емес, бірақ амалға жарайтын хадис. Тәж кигізеді дейді қиямет күні ата-анасына Құран жаттаған адамның. Ол соншалықты тәждің лағыл тастары сонша дейді, кішкентай бір тасын алсаңыз, дүниедегі шақырайып шығып тұрған күн жанында нұрсыз болып, сары домалақ күлше болып көрінеді дейді. Сонда Құран жаттаған адамның өзіне қандай тәж кигізеді деп ойлайсыз? Құран жаттағанның дәрежесі қаншалықты биік екен деп ойлайсыз?